Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары? Қазіргі таңда көптеген цветной принтерлерде памперс толып қалғаннан кейін, памперсін ауыстырғаннан кейін счетчиктерін обнулить ету керек болады. Ол үшін арнайы программалар қолданылады. Сол программаның жұмысымен таныстырып кетейін. Арнайы программа ашқан кезде осылай терезе ашылады. Программаның атауы Adjustment Program деп аталады. Select кнопкасын басамыз. Принтердің моделін таңдаймыз. Мысалы үшін LOC50 дейік. Port Auto Selection деп тұра береді. Бұл осы қадамнан алдын принтер қосылып тұру керек компьютерге. Осы жерде принтер автомат түрде таңдап, компьютерге автомат түрде таңдайтын болады. Сосын Particle Adjustment Mode дейтін кнопканы басамыз. Қосымша терезе ашылады. Осы терезеден Last Inkpad Counter дейтін жазудың үстіне басып, оқты басамыз. Жерлерге птичка қойып шығамыз. Сосын чекті басамыз. Қазір менде принтер қосылып тұрған жоқ, сол үшін мынандай қате беріп жатыр, принтер табылмай. Сіздерде міндетті түрде ол шығатын болады, моделін дұрыс таңдасаңыздар. Сосын шыққаннан кейін Initialize дейтін кнопканы басатын боламыз. Птичкалар тұру керек басылу. Басқаннан кейін ол автомат түрде нөлге айналады, мына жердегі счетчиктер. Сосын принтерда бір өшіріп қоссақ, жұмыс жасай беретін болады. Әйтпесе памперсін ауыстырғанмен, оны тазалағанмен принтер жұмыс жасамай тұра береді. Осы программа жұмысы бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Хабарласатын боламыз.